Жақсы достар, екінші сұрақ талдап көрейік. Бұл сұрақ гидросфера немесе гидрологияға тікелей байланысты. Евразия материгіндегі ішкі тұйық алапқа жататын өзендер. Бұл бізде көп жауапты нұсқа. Жалпы білеміз, алаптарды төрт сыртқы алап, яғни төрт мұхиттық алап, және де бесінші ішкі тұйық алап деп бөліп қарастырамыз. Соның ішінде Евразия бізде, қазір картадан көрсек, Евразия міне материгі бізде негізгі 5 алапта кездеседі. Солтүстік бөлігімізде солтүстік мұзы мұхит алабы, шығысымызда тынық мұхиттық алап, оңтүстігімізде үнді мұхит алабы, және батысымызда Атлант мұхит алаптары бар. Сонымен қатар біздерде кездеседі кей жерлерде, яғни ішкі тұйық алап дейді, яғни бұл бізде ішкі ірі көлдерге құятын өзендерді жатқызамыз. Сұрақтың сұрауы бойынша біздерге Евразия материгінде ішкі тұйық алапқа жататын өзендер. Кеттік, жауаптарын жеке-жеке талдап көрейік. Об өзені, бізде жалпы Об өзені, интернеттен қарайтын болсаңыздар, мына жерде өзендердің су алабы деген бөлік тұр. Яғни ол бізде жауап солтүстік мұзы мұхит алабы дейді. Демек, бірден жауапты сызып тастай берсек болады. Неліктен? Себебі ол бізде солтүстік мұзы мұхитқа құяды. Егер картадан қарайтын болсақ, міне Об өзені мына жерде орналасқан. Жақсы. Екінші жауап талдап көрейік. Есіл. Жалпы Есіл өзені туралы ақпарат. Есіл ол бізде Ертіс өзенінің сол жақ саласы және Об өзенінің жүйесіне жатады. Демек, Об өзеніне жатады дегеніміз, онда жауапты сызып тастай берсек болады. Неліктен? Су алабы бізде солтүстік мұзы мұхиты, ол бізде ішкі алапқа жатпайды. Екінші жауапты сызып тастай берейік. Кеттік. Үшінші жауап Хуанхэ немесе Қытай жеріндегі өзен. Хуанхэ өзеніне тоқталайық. Бірден жауапты қарайық. Су алабы Сары теңіз. Сары теңіз ол бізде, міне Хуанхэ өзені, Сары теңіз ол бізде тынық мұхит алабын жатады екен. Демек, жауаптан сызып тастай береміз. Одан кейін төртінші жауап бізде Жайық. Жайық білеміз, қайда құяды? Жайық Каспий құяды. Ал бізде Каспий ол ішкі алапқа, яғни ішкі тұйық алапқа жататын болғандықтан, бізде Д жауабы дұрыс болып есептеледі, немесе Д жауабын белгілеп қоя берейік. Бесінші жауап бізде Амур. Амур ол бізде тағы да Қытай жеріндегі өзен, яғни мына жерде белгілеп қойыпты. Охот теңізіндегі Сахалин шығанағына құяды, яғни бір сөзбен айтқанда, картадан көрсететін болсақ, Амур міне, яғни ол бізде бастауын алып, қаяққа құйып жатыр, яғни тынық мұхитына құйып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, демек бұны да жауаптан сызып тастай береміз. Бізде алтыншы жауап Ертіс. Ертіс өзені тоқталайық. Ертіс өзені ол бізде жалпы солтүстік мұзы мұхит алабына жататын өзен, яғни Об өзенінің сол жақ саласы деп қойған екен. Және де мына жерден қарайтын болсаңыздар да су алабы солтүстік мұзы мұхит деп қойыпты. Демек, ішкі тұйық алабы емес, жауаптан сызып тастай береміз. Одан кейін Ж жауабы бізде Еділ. Еділ өзеніне тоқталайық. Еділ өзені жалпы Валдай қыратынан бастау алады, Каспий теңізіне құяды. Міне, көрсеңіздер, Каспий теңізі құяды. Каспий теңізі ол бізде не? Ішкі алап. Демек, дұрыс жауап ретінде қарастыра аламыз. Бізде әуелгі дұрыс жауапты болды. Екінші дұрыс жауабымыз Ж нұсқасы болды. Кеттік соңғы Тобыл талдап көрейік. Тобыл ол бізде Ертіс алабына жатады. Және мына жерде қарайтын болсақ, су алабы солтүстік мұзды мұхитта. Міне көрсетейін. Екеуі қалай Каспийге құятында туралы. Міне, мынау бізде Волга деп тұрған, манағы Еділ, ал мына Урал деп тұрған, Орал өзені деп тұрған, ол бізде Жайық. Қазақ жеріне келген кезде Волганы Еділ деп атаймыз, Урал өзені бізде Қазақстан жерінде Жайық деп аталады. Демек, негізгі ішкі тұйық алапқа жататын міне Каспий теңізі алаптары бар. Сонымен қатар мына жерде Арал теңізі бар, Қазақстан жеріндегі Балқаш өзендері тоже ішкі алапқа жатады. Яғни, егер де ішкі көлдерге келіп құятын болса, ол бізде ішкі тұйық алап деп аталады.